Қазақ елі, мен мынау өзінің халқын осыншалықты жек көретін президентті өмірінде бірінші рет көріп тұрмын. Залым президент, залым диктаторды. Кім туралы айтып тұрғанын білесің шығарсың енді. Қасым-Жомарт Тоқаевқа. Тоқаевты айтып тұрмын мен. Себебі өз халқын ол жақсы көрмейді, менсінбейді, жек көреді дегендей. Сондықтан да айтарым, мысалға, енді жақсы көретін болса, егер өз халқын жаны ашыса, өйтіп қымбатшылық жасамайтын еді. Мысалға, толықтай тарифтер, салықтар, бәрі айыппұлдар, бәрі халықты қанау үшін салып жатыр да, мысалға. Тоқаевтың бұйрығымен бәрі. Сол айтайын дегенім, мысалға біздің 1 ақпаннан бастап ертең уже газ бағасы көтеріледі. Сұйытылған газ бағасы. Оңтүстік, солтүстікте, орталықта және шығыс Қазақстанда 102 теңге болады. Ал батыста бізде Маңғыстауда 59 теңге, енді 65 теңге қылып жүрді. Қылады 1 ақпаннан бастап. Газдың бағасы өзімізден шығады. Атырау, Орал, Ақтөбеде 77 теңге сондай қалайын деп отыр. Сонда қара, мына істеп тұрған биліктің қитұрқы әрекеті, қитұрқы саясаты, қазақ халқым алданбаңдар. Бұл әдейі провокация жасап тұр, бізді бөліп жару үшін, бөлу үшін. Осындай алауыздық жасап тұр, қазақ халқы бірікпеу үшін. Неге мысалы 65 қылады, Маңғыстауда сөйтіп қалайын деп жатыр газды, сіздерде 102 теңге мысалға. Онда сіздерде талап етіңізші 65 теңге мысалы талап етіңдер. Оңтүстік, солтүстіктің қазақтары, шығыстың қазақтары. Неге Маңғыстауда 65 теңге болады, бізде неге 102 теңге деп мысалға. Оның үстіне бензинді, ГСМ-де, дизельде қымбаттайды, 400 теңге болады дейді. 1 литрі. Не масқара, не сұмдық мына кәдімгідей. Қазақ халқын одан сайын сауып жатыр, тоймай жатыр, тойымсыз табиеті кәдімгідей сарқылмай жатыр, табиеті тыймай жатыр да, Назарбаевтың, Тоқаевтардың, Құлыбаевтардың. Одан сайын бетер, одан бетер халықты сол сауып, қанауда. Біз бір сиыр сияқтымыз олар үшін. Сонда. Енді не себепті үндемегесін қазақ халқы. Ойланыңдар сол үшін. Біз үнсіздіктің кесірінен осындай зұлымдықтар, әділетсіздіктер, қымбатшылық бәрі болып жатыр. Өзіміздің кесірімізден себебі. Оны мойындауымыз керек біз. Сосын мен мысалы қарсымын. Неге басқа өңірлерде 102 теңге, бізде 65 теңге болады Маңғыстауда. Сол үшін мен қарсымын, сол үшін талаптар қоямын. Бірінші талап, бізді Маңғыстау халқы, мені қолдайтын шығарсыз деп ойлаймын. Маңғыстау халқы, Ақтау, Жаңаөзен. Мен айтайын дегенім, бізді де сол 102 теңге қылсын. Маңғыстау халқын, батыстың бәрін 102 теңге 1 литрге газдың бағасы 102 теңге болсын біздің Маңғыстауда. Ол бір. Әлде біздің ауында жалақыларымызды көтерсін. Қазір 85 мың емес, ең төменгі жалақы айлық. 500 мың қылыңдар. Мүмкіндік бар, бюджетте ақша жетеді, ұлттық қорда ақша жетеді. Сендер просто ұрлап жатсыңдар. Тоқаев, Назарбаевтар. Нақты айтқанда 500 мың қылыңдар, қазақ халқы болды. Сосын мәселе шешіледі. Ал үшіншісі, онда болмаса, енді соңғы жалпы айтқан шешім, онда бізді бүкіл тек қана Маңғыстау емес, бүкіл қазақ елін, оңтүстік, солтүстік, орталық, шығыс Қазақстан, батыс Қазақстан, Маңғыстау барлығының газ бағасы 50 болсын. Газ 50 болсын. Онда. Қазақ халқы сіздерге не ойлайсыңдар ма не? Қолына дым келмейді деп келеді бәріміздің қолымыздан. Қазақ халқы деген мықты халық. Біз батырлардың ұрпағымыз. Соны көрсетейік қазағым. Бірігейік, ауызбіршілікте болайық, бірлікте болайық ағайын. Сондай талаптар. Газ 50 болсын онда. Газ 50 онда. Сондай өші мәселе. Жалпы айтқанда қымбатшылық қысып баратыр шынымен де. Сол үшін соған қарсы болайық ағайын. Бірігейік. Құлдар ғана бірікпейді. Ал біз еркін халықпыз ғой. Сол үшін бірігейік, ауызбіршілікте болайық. Ең болма осы елдің, мынау отанның, халықтың болашағы үшін, өзіміздің үйдегі балаларымыздың болашағы үшін, келер ұрпақтың болашағы үшін, әйтпесе бізді келер ұрпақ кешірмейді. Осындай зұлым жүйеде қалдырып кеткен. Себебі мына зұлым жүйе, диктаторлық мына Назарбаев, Тоқаевтың режимі. Қорықпаңдар айтуға, сол үшін қарсылық білдіріңдер, наразылық білдіріңдер. Бензинді бағасын түсірсін, газдың бағасын да түсірсін. Газ 50.